Қыздар сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін холодная закусканың қасына сигара пирог жасадым. Жасалу жолы өте оңай, кейбіреулер білмейді екен, сол үшін видеоға түсіріп көрсетуді жөн көрдім. Осылай сыры ағып тұру үшін қалай жасалатынын көрсетемін. Магазинде осындай кез келген лавашты сатып аласыздар. Осы видеодағыдай 3 бұрышты қылып кесеміз. Қыздар ішіне кез келген начинкасын салсаңыздар болады. Мен сырды қолдандым. Сіздер фаршты да, піскен жұмыртқаны да, кез келген салманы қоссаңыздар болады ішіне. Сырды осылай турап алсаңыздар да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай турайсыз, немесе чөркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Видеоны мұқият қараймыз. Осылай тығыздап, орап, сумен жағып, орап шығамыз. Сковородкаға кішкене май құйып, қыздар обязательно қыздырып аламыз. Бірақ қатты қызып кетсе, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін қарап отырасыздар. Таба қызғаннан кейін уже 4-5 секундта осылай әдемі қызарып шығады. Қыздар, міне алтын түсті өте дәмді сигара пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Ас болсын.